Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінен өзім туралы бөлімі бойынша бірінші жиынтық бағалауымызды бастаймыз. Сөйлеу әрекетінің түрлері бүгінгі сабағымызда тыңдалым және айтылым. Ал оқу мақсатымыз болса, шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзбен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау. Береміз болса, балалар сендер мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер және мәтін жоспар бойынша мазмұндайсыңдар. Ал ойлаудағыларының деңгейі білу және түсіну қолдану болып табылады. Балалар, бізге жиынтық бағалауға 20 минут уақыт берілді. Ендеше тапсырмамызды бастаймыз. Мәтінді мұқият тыңда. Досжан қолына шелек алып құдыққа қарай беттеді. Құдық басында кісі көп екен. 70-тегі қалтай қария бүкшеңдеп су тартып жатыр. Бір-екі бала мынадайда состиып қарап тұр. Досжан оларға алара бір қарады. Ол қарияның шелегін сұрап алды. Атын суғарып берді. Бағила әжейдің шелегін суға толтырып үйіне дейін апарып берді. Қариялар Досжанға алғыс айтып, батасын берді. Балалар, мәтінді біз мұқият тыңдадық әрі түсіндік деп ойлаймын. Ендеше, осы мәтін бойынша берілген іс-әрекеттердің қай кейіпкерге қатысты екенін анықтап, мына берілген кестеге жазамыз. Осы кестеге жазатын сөз тіркестері состиып тұр, алара қарады, ентігіп қалыпты деген сөздер екен. Балалар, міне кестеде Досжан, қалтай қария, балалар деген сөз берілген. Міне осы сөздерге біз мына жоғарыда берілген сөз тіркестерін қайсыны кейіпкерге қатысты екенін анықтап, кестеге жазатын боламыз. Ендеше балалар, мен сендерге қазір уақыт беремін. Ал енді ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Досжан алара қарады. Қалтай қария ентігіп қалыпты. Балалар состиып тұр. Балалар, сендерде де дәл осылай болды ма? Жарайсыңдар. Демек, біз тапсырманы дұрыс таптық. Келесі екінші тапсырма. Досжан қандай бала деп ойлайсың? Және неліктен? Үшінші тапсырма. Берілген жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айт дейді. Яғни жоспарымыз біздің құдық басында және Досжанның көмегі деп алсақ болады екен. Балалар, сендер өз ой пікірлеріңді айтыңдар. Досжан қандай бала деп ойлайсың? Және неліктен? Досжан әрине өте мейірімді, елгезек бала, иә балалар? Және де басқа сөз тіркестерін қолдансаңдар болады. Енді неліктен дейді? Себебі Досжан ол өз бойындағы қасиеттерін іс-әрекетімен көрсетті, иә балалар? Жарайсыңдар. Ал енді үшінші тапсырма бойынша кішкене ойланып көрейікші. Жаңа біз қандай тақырып айттық? Мәтінді тыңдап, сол бойынша айтып берейік. Бұл мен сендерге қазір кішкене уақыт беремін. Жақсы. Ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Біздің жоспарымыз құдық басында және Досжанның көмегі дейді. Балалар, есімізге түсірейікші. Құдық басында кісі көп еді. Ол жерде 70-тегі қалтай қария
және де бағила әже де және де көптеген адамдар тұр еді ол жерде. Олар не істеді? Қалтай қария өкшеңдеп су тартып жатты, иә? Ал оған досжан не істеді? Яғни енді досжанның көмегі туралы айтатын боламыз. Досжан балаларға қарады, иә? Себебі олар қариялар жұмыс жасап жатқан кезінде олар жайдан жай қарап тұрған еді. Досжан қарияның шелегін алып, атын суғарып берді, ал бағила әжейдің шелегін суға толтырып, үйіне дейін апарып берді, иә балалар? Міне біз осылай жоспар құрып, мәтіннің мазмұнын айтсақ болады екен. Балалар, енді біз осы тапсырманы орындап шығу үшін біз қанша балл жинауымыз қажет? Бірінші тапсырма бойынша біз 5 балл жинауымыз керек екен, яғни кейіпкерге қатысты іс-әрекеттерді анықтаймыз. Бірінші кейіпкерге, екінші кейіпкерге, үшінші кейіпкерге және басты кейіпкерге қатысты көзқарасын айтамыз және өз көзқарасымызды дәлелдеп айтуымыз қажет екен. Ал екінші тапсырма бойынша мәтінді жоспарға сай жүйелі мазмұндауымыз қажет және лексикалық нормаларды, яғни сөздерді қайталамау, диалект сөздерді қолданбау, сөздердің мағынасына қарай қолдануды сақтауымыз қажет екен. Және де грамматикалық нормаларды, жалғаулар, сөйлемнің құрылымын сақтай отырып, біз жауап айтуымыз қажет еді. Яғни барлығы 8 балл жинауымыз қажет еді. Балалар, мен сендерді осы 8 баллды жинайды деп ойдамын. Осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.